Сәлем досым, бүгінгі сабағымызға қош келдің. Видеодан нелерді көріп тұрсың? Атай қойшы. Дұрыс. Шаңғы, шаңғышы, қоңыз. Бұл сөздерге қай әріп ортақ? Дұрыс айтасың. Ң. Бүгін біз ң дыбысы және әрпімен танысамыз. Бұл ң дыбысының әрпі. Жаңғақ сөзінде де ң дыбысы кездеседі. Ң үнді дауыссыз дыбыс. Оны көк түспен белгілейміз. Ол сөздің ортасында және соңында ғана кездеседі. Сондықтан оның бас әрпі болмайды. Ң дыбысынан басталатын сөз жоқ екен балалар. Бұл қайың ағашы. Қайың ағашының тіңі ақ, жапырағы жалпақ болып келген. Ол өте шипалы ағаштардың бірі. Ң дыбысы қайың сөзінің соңында кездеседі. Оқылым. Менімен бірге әндетіп, созып, қайталап оқы. Аң, аң, таң, таң, паң, паң, оң, оң, тоң, тоң, соң, соң, ңа, ңа, жаңа, жаңа, жаңғақ, жаңғақ, ың, ың, қайың, қайың, қалың, қалың. Өте жақсы. Ал енді ң әрпін жазып көрейік. Балалар, сендер байқадыңдар ма? Ң әрпі мен ң әрпі өте ұқсас екен. Тек құйыршығы бар екен ң әрпінде. Олай болса, бірге жазып көрейік. 1, 2, 3, 4. Жарайсың. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Сөйлем құрап үйренейік. Тиін не істеді? Тиін жаңғақ терді. Енді басқаша құрап көр. Ребусты шешіп көрейік. Қайық сөзінің соңғы әрпін алып тастап, ң әрпін қосамыз. Қандай сөз шықты? Дұрыс айтасың. Қайың. Сонымен балалар, бүгін біз ң әрпімен және дыбысымен таныстық. Ң әрпі кездесетін сөздерді атап көр. Сиқырлы әліппенің басқа да әріптерімен біздің арнамызда таныса аласың. Видеолар бөліміне өтіп қарап көр. Арнамызға тіркелуді ұмытпа.